Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге малинадан варенье жасауды және де оның қатыру жолдарын көрсететін боламын. Алдымен құрғақ доскаға малинаның езілмеген түрін теріп, осылай видеодағы көрсетілгендей қойып шығамыз барлығын. Енді осы күйінде тоңазытқышқа 1-2 сағатқа алып қоямыз. Малинамызды жуып алған соң үстіне қант себетін боламыз. Жақсылап араластырамыз, себебі осы қанттарымыздың барлығы еруі керек. Араластырып болған соң бетін қақпақпен жауып 1-2 сағат қалып қоямыз, арасында араластырып тұрамыз. Ішіндегі қантымыз толықтай еріді, енді оны бір араластырамыз. Бізге осы малинаның майда болғанын ұнайды, сондықтан осылай езіп аламын. Бұл міндетті емес, қалауыңызға қарай. Біздің вареньеміз осындай болып шықты. Енді оны кез келген ыдысқа салып, мұздатқышта сақтайтын боламыз, себебі бұл қайнатылмаған. Осындай ыдысқа салсаңыздар да болады. Бұл жерде егерде ортасына малина өтпей жатқан болса, шпажканы қолдансаңыз болады. Вареньелерді мен осындай ыдыстарға құйып алдым. Бұл вареньелерді біз мұздатқышта сақтайтын боламыз. 6 айға дейін сақтауға болады. Қатырылған малиналарды іші таза, құрғақ ыдысымызға салып шығамыз. Аны осылай қатырған кезде бұл формасын жоғалтпайды, және де әртүрлі торттардың бетін әрлегенге өте әдемі келеді. Осы әдіспен жасап көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Сіздермен бірге болған Камиля ас болсын.